Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жасыл жолы өте оңай профитроли рецептілермен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Шұңғыл темір ыдысқа жылы суымызды құямыз, кейін үстіне тұзымыз бен қантымызды салып, бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, баяу отта қайнағанша ертіп аламыз. Кейін суымыз қайнаған соң үстіне ұнымызды салып, қамыр дайындаймыз. Ол қамырды үздіксіз араластырып отыруыңыз керексіз, және де шамамен осындай баяу отта 5 минутқа ұстап араластырамыз. Кейін оны араластырып болған соң, үлкен осындай ыдысқа суытуға салып қоямыз. Қамырымыз суығанша 2 жұмыртқамызды араластырып дайындап аламыз. Кейін оны қамырдың үстіне 2 бөлікке бөле отырып, жақсылап араластырып, қамырымызды дайындап алатын боламыз. Қамырды араластыру барысында шанышқы немесе миксерді қолдансаңыздар болады. Қамырымызды орналастыру үшін мен жұлдызша насадкасын қолданамын. Егер де сізде бұндай насадка болмаса, кез келген басы үлкен насадканы қолдансаңыз болады. Кейін осындай кондитерлік қапқа салып, ыңғайлы ыдысқа қабымызды орналастырып, қамырымызды салып аламыз. Кейін осы қамырымызды пергамент қағазының үстіне өзіңіз қалаған формада орналастырып, қызып тұрған 170 градустағы пешке 25 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Енді кезекте крем дайындаймыз. Менде дайын тұрған крем, бұл жерде сливки мен қантты миксерледім қатайғанша. Профитролилардың ішіне крем құюға осындай насадка қолдансаңыз болады, өте ыңғайлы. Мінекей профитролиларымыз қызарып, пештен ып-ыстық болып шықты. Сәл суытып, кремін орналастырамыз. Кез келген заварной крем, басқа да кремдерді ішіне құйсаңыз болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ, астарыңыз дәмді болсын.